Сыбайлас жемқорлық деген не? Бұл жеке пайда табу үшін билікті теріс пайдалану. Сыбайлас жемқорлық қалай әрекет етеді? Көлеңкелі экономиканы дамытады. Мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін қысқартады. Қызмет көрсету сапасын нашарлатады. Үкіметке деген сенімге нұқсан келтіреді. Мемлекетті бұзады. Сыбайлас жемқорлыққа әрқайсымыз қатысуымыз мүмкін. Сыбайластық жемқорлық бұл екі жақтық әрекет. Егер беретін адам болса, алатын адам табылады. Қазақстанның әрбір азаматы елдегі сыбайлас жемқорлық деңгейіне жауапты. Өз проблемаларын сыбайлас жемқорлық жолмен шешуден бас тарту. Мемлекеттің барлық заңдарын сақтай білу. Пара алудан және беруден бас тарту. Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлау. Біз елдегі сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендете аламыз.